Иә достар, UFC 322 картының басты 5 жекпе-жегіне болжамымның 4-еуі дұрыс болып, 1-еуі ғана дұрыс болмай қалды. Бенуа Сен-Денирге беріп тұрмын. Карлос Пратеске беріп тұрмын. Майкл Моралеске берем. Бәріне сәлем достар, сендермен мен Иманғали, сол ID арнасы және бүгін UFC 322 картының қорытындысын айтатын боламыз. Бірінші ең қызықтан бастайық. Ислам Махачев Мадалена. Бұл жекпе-жекте мен Мадаленаны таңдаған едім және қателестім. Мен Мадалена өзінің табиғи 77 килограммдық салмағына сүйеніп, ол Ислам Махачевке күресуге жол бермейді деп ойлаған болатынмын. Иә, жекпе-жекте ол тым әлсіз болды, Ислам Махачевті мүлде көтере алмады, астында жатты, шыдамдылығы да бәсеңдеді, соңғы раундтарда түрін көрсеңдер әбіржіп кетті. Менің ойымша соңғы 4-5 раундта Мадалена таза рухпен, намыспен шыққан секілді, себебі жылайын деп тұрған секілді кейіп танытты. Бір сәттерде мен оны жалқы болып қалды. Енді, ең қызығы Ислам Махачев біздің Шавкатпен шықса қалай болатын еді? Менің ойымша Шавкат жеңетін еді. Шавкат жеңетін еді, себебі ол Мадалена сияқты жатпайды. Жерді жатып ақ ол қауіпті сәттер жасайды. Онымен қоса ең керемет 5 раундтық жекпе-жек өте жақсы тәжірибе болды. Ең кереге арқасын бергенде Ислам Махачевке береді деп ойламаймын. Ол Ислам Махачевті күресуге жол бермей, тейкдаунға жол бермей, стойкада технический нокаутпен немесе нокаутпен жеңеді деп ойлаймын. 5-4 раундтарға барса да Шавкат дайын деп сенемін. Ал енді мақұл, Ислам Шавкатпен шықпайды, Ислам қашады, бұны бәріміз білеміз. Әзір Ислам Махачев Камару Усманды шақырып жатыр. Иә, бүгін 2 жекпе-жекті де қарадым. Пратес пен Моралес өте керемет жеңді. Бірақ Камару Усман екеуінде жеңеді деп сенемін. Иә, олар аш, жас. Бірақ Камарудың әлі де есімі бар. Егер де маған келесі кімді таңдағың келеді десеңдер, мен Камару Усман деймін. Бірақ бұл менің жұмысым емес. Кім десе сонымен шығам. Соңғы 4 жекпе-жегінде 3-еуін жеңіліп, 1-еуін жеңген адамды шақырған қалай кетті, өзі чемпион болып тұрып. Иә, өзіне қолайлы, бірақ шындығына келгенде қызық жекпе-жек. Усман қартайса да, тізесі бұзылып жатса да, Хоакин Бакли жас проспекті жеңді. Иә, Ислам Махачевке бір қарсыластық танытар еді, бірақ та Моралес немесе Шавкат сияқты бір еңгері десек те, бұндай қақтығыс Ислам Махачевтің әлсіз жақтарын көрсетіп, жастық, аштықта ол Ислам Махачев өзін қалай танытар еді, соны білетін едік. Бірақ Ислам Махачев оны емес, Камару Усманды таңдап тұр. Дана Уайттың өзі Ислам кімді келесі қалайды, соны берем деген болатын. Сондықтан Ислам, Камару Усман, Ислам тез арада активный чемпион болғым келеді деді, сондықтан осы қаңтар айында Усман мен Исламның жекпе-жегін көріп қалуымыз мүмкін. Сол картта менің ойымша Майкл Моралес пен Шавкат өнер көрсетуі мүмкін. 19-0, 19-0-ге қарсы. Кім жеңеді қалай ойлайсыңдар? Мен тағы да Шавкат жеңеді деп ойлаймын. Моралестің ең қауіпті жағы ол стойкадағы қолының ұзындығы. Шон Брейдиді де сондай ұзындықпен, оны әлі айтамыз. Сонымен алды Шавкат күрес арқылы сабмишндап жасап тастайды деп ойлаймын. Стойкада да жақсы қақтығыс бере алады Шавкат. Ондай Шон Брейди сияқты ағаш емес. Деңгейі өте жоғары. Енді Пратес қалды. Пратес мына Белал мен Геридің жекпе-жегіндегі жеңгенімен шығады деп ойлаймын. Ол сол қаңтар картында немесе басқа картта. Қаңтар картта өте
қызықты жекпе-жектер жиналады әр жыл сайын. Онымен қоса UFC 324-ті, яғни сол қаңтар айына Paramount компаниясымен жаңа контрактпен жасалған бірінші карт болмақшы. Және көптеген қаржы бөлінеді бұл картқа. Барлық внимание дейді ғой, кішкене орысша қосып тұрам, сол вниманияны сол картқа, сол контрактқа бөлу үшін. Енді Шевченко, Вейлиджан түсінікті жайты, оны айттым, Шевченко отты, болды. Ондай қатты қарсылас енді кезікпейді Шевченкоға, өзі кішкене әлсіз болып қалмаса. Шон Бреди, Майкл Моралес. Мен айтқанымдай, Майкл Моралес қолының ұзындығы арқылы Шон Бреди қашқан еді, бірақ та жеткіліксіз болды, себебі оның қолы ұзын. Сол арқылы Майкл Моралес Шонды ұстап алып, ары қарай нокаутқа жіберді техникалық. Майкл Моралестің болашағы зор. Шавкатпен өте қызықты жекпе-жек болады. Бірінші нөмірлі үміткер үшін жекпе-жек болады деп өзім сенемін. Ал Карлос Пратес болса, Енгериден жеңілді. Оған Карлос Пратеске бір жақсы күресіп білетін қарсылас болса, Карлос Пратес сынып қалады. Бірақ та Енгеридің өзі тоңқайып қалды, есімізге түсірсек. Бірақ та менің болжамым бойынша осы. Қаңтар айына Ислам Махачев, Камару Усман, Майкл Моралес, Шавкат біздің, Карлос Пратес, Енгери және де Белалдың жеңгенмен. Бірақ та осы үшінші жекпе-жегін білмеймін бола ма жоқ па, бірақ мына екі жекпе-жек болады деп сеніп тұрмын. Одан кейін Ислам Махачев Усманды жеңгеннен кейін болды, кете салады. Екеуі де кете салады, карьераларын, мансаптарын аяқтай салады. Және Леон Эдвардсқа да негізі бітіре салған дұрыс. Белалдан ұтылды, Шон Бредиден ұтылды, енді Карлос Пратестен ұтылып тұр, болды, болашағы жоқ. Сонымен осы, сендер не ойлайсыңдар? Комментарияға өз ойларыңды жазып кетіңдер. Шавкат кіммен шығады? Моралеспен бе? Ислам Махачевпен шығып кете ме? Камару Усман бар ма? Карлос Пратес бар, көп. Белал мен Енгеридің жеңгенімен де шығып қалуы мүмкін. Таңдау көп. Жақсы жаңалықтарда жүздескенше қошаман сау болыңдар. Енді осы аптадағы картқа да мен болжам жасайтын боламын. Арман Сарукян, Дэн Хукер, Белал Мухаммад, Енгери, біздің Бекзат Алмахан және Асу Алмабаевтың жекпе-жектеріне болжам жасайтын боламын. Күтіңдер. Қошаман сау болыңдар. Тіркелуді ұмытпаңдар. Кілең қызықтар, барлық қызықтар тек біздің арнада. Пау!